أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті шәкірттер, құрметті бауырлар, құрметті көпшілік. Алланың қалауыменен бүгін 13-ші сабақты бастаймыз. Кеше 12-ші сабақта біз ихфа және изхар тақырыптарын кеңінен аштық, және тақтада ілініп тұрған жаттығуларды жасаған едік. Осы жаттығуларды үй тапсырмасы ретінде берген болатынбыз. Енді бүгін Алла қаласа 13-ші сабақтың жаңа сабағын бастаймыз. Ал, бисмилла бауырлар, шәкірттер, бүгін жаңа сабақтың тақырыбы идғам тақырыбын тағы да ашатын боламыз. Біз алдыңғы 11-ші сабақта идғам деген тақырыпты өткен боламыз. Оның қатысы неге қатысты еді? Сүкундун үнмен және тәнуинге қатысты тақырып еді ол идғам деген. Идғам дегеннің мағынасы не еді? Әріпке кіргізіп оқу деген мағына еді. Бізге сол идғамның өзі керек. Сүкундун үнмен тәнуин керегі жоқ. Ол өз алдына бөлек тақырыпта. Оны алып тастаймыз. Бізге идғам деген әріпке кіргізіп оқу. Сол әріпке кіргізіп оқу деген тақырыпты кеңінен ашатын боламыз. Міне, идғам әріпке кіргізіп оқу тақырыбы. Соның 3 несі бар, бөлімі бар. Бірінші бөлімі идғам мүтәмәсиләйн дейді. Мүтәмәсиләйн деген мағынасы мислі ұқсас. Яғни ұқсас әріптердің бір-біріне кіргізіп оқылуы. Оны қазір жеке-жеке ашқан кезде түсінікті болады. Екінші идғам мүтәжәннисәйн. Яғни екі жыныстары ұқсас, махраж жағынан ұқсас әріптердің бір-біріне кіргізіліп оқылуы. Екінші тақырып. Үшінші тақырып идғам мүтақарибайн. Яғни мүтақарибайн деген жақындық. Яғни махражы, дыбысы жағынан жақын болған, ұқсас болған әріптердің бір-біріне кіргізіліп оқылатын тақырыптарды кеңінен ашатын боламыз. Осы қазір тақтада жазылып тұрғанда жақсылап жазып алыңыздар, бір жерге тұртып, иншалла қазір осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқтаймыз. Ал, бисмилла, бірінші тақырыбымыз не еді? Идғам мүтәмәсиләйн, яғни мисләйн деген ұқсас. Түрі де, махражы да, дыбысы да барлық жағынан ұқсас. Түгелдей ұқсас әріпті айтады, мисләйн деген. Сол түгелдей барлық жағынан ұқсас әріптердің бір-біріне кіріп оқылатыны. Яғни екеуі бөлек-бөлек келетін жерлер бар, тағы да басқа жерлер бар, қазір ашамыз. Мысалға, міне, мына жерге жақсылап қараңыздар. Нерде нун келді, нерде де не келді? Нун келді. Көрдіңіз? Екеуінің нунның түрі де, махражы да, барлық жағынан дыбысы да не істейді? Ұқсайсы, екеуі бір әріп өйткені. Енді осы жерде бірақ бөлек-бөлек кеп тұр. Нунда сүкун бар, нунда не бар? Фатха бар, харекесі бар. Осы екі нунды біріктіріп оқимыз. Мысалы, лән надау деп оқымайсыз да, екеуін біріктіресіз. Лән надау. Сонда не пайда болады? Не пайда болады? Шадда пайда болады. Лән надау, лән надау. Құранда осында екі нун кездесіп қалған жері болса, екеуін біріктіріп жібересіз, шадда қылып оқисыз. Бөліп оқуға болмайды. Екеуі өткенде жыныстары барлық жағынан, дыбысы да барлық жағынан ұқсас болғандықтан бірігіп кетеді. Мына жерде де бә келді, тағы да бә келді жалғасында. Бірінші бәда не бар? Сүкун бар, екінші бәда фатха бар. Осы екеуі бірігіп, ортада не пайда болады? Шадда пайда болады, екі бұны кіргізіп оқимыз. Я-таб-бә'дукум, я-таб-бә'дукум. Көрдіңіз? Бә'дукум, я-таб-бә'дукум. Екі бұ бірігіп кетеді. Мисләйн деген осы, екі мисл, екі ұқсас әріп, барлық жағынан, түрі жағынан, дыбыс жағынан, кез келген жағынан ұқсас әріптердің бір-біріне кіріп кететіндігі. Біз айтқанбыз алдыңғы тақырыпта шадданың ішінде не бар? Біреуінде сүкун бар, екіншісінде не фатха, не касра, не дамма болады деп айтқанбыз, дұрыс па? Мына шадданың ішінде сол сүкун мен фатханы біріктіріп жібереді да шадда пайда болады. Көрдіңіз ба? Шадда өзіне екі нәрсені қабылдайды деген сөз. Бұны алдыңғы тақырыпта біз ашқан болатынбыз. Енді астыңғы тақырыпқа қарайық. Мына мемнің үстіне онсыз да шадда қойып қойған. Бұл енді бұл тақырыпқа не қатысы бар дейтін болсақ, бұның ішінде мынандай жасырын не бар? Міне. Негізінде мынандай нәрсе бар. Міне. Жасырын не бар екен? Жасырын сүкун бар мына ішінде. Фатха. Яғни мына екі мем негізінде жазылу бойынша грамматически барлық жағын ашатын болсаңыз, мына жерде екі мем бар деген сөз. Бірінші мемде сүкун бар, екінші мемде фатха бар. Осы екі мемді мем деп бөлік-бөлік оқудың қажет жоқ та, оны ақылдың өзі қабылдайды. Мем деп біріктіру керек болады. Біріктірген кезде мынаның үстінде не пайда болады? Шадда пайда болады. Болды, мынаған сүкун қойып жазудың уже қажет жоқ болады. Сонда бір мем жаза салады да, үстіне шадда қоя салады. Көрдіңіз ба? Енді мына жерде де дәл осы тема. Бұның үстіне шадда келіп тұр. Дәл осы жерде де екі не бар? Екі б бар. Бірінші б-да сүкун бар, екінші б-да дамма бар. Көрдіңіз ба?
бірінші б-да сүкін бар, екінші б-да дамма бар. Дәл осы жерде де екі б-ның несі не істейді, бір-біріне кіріп кетеді. Мына б-да сүкін бар, мынада дамма бар. Осы екеуі бірігеді, шадда пайда болады. Бұл шадда болғаннан кейін бір б жаза салады. Екі б жазу шарт болмайды. Шаддаға бір әріп жазады, болды. Раббукум. Міне бір б жазды, шадда қоя салды. Демек осы шадданың ішінде автоматты түрде сүкін бар деген үкім шығады. Міне сонда біз осы жерден түсінеміз, мислайн, яғни екі б-ның бір-біріне кіріп оқылып жатқандығын түсінеміз. Мына жерде де екі мимнің бір-біріне кіргізіліп оқылуы. Бұл идғам деген нәрсенің ережесі мынандай. Бірінші әрібі сүкінді болу керек, екінші әрібі харекелі болу керек, міндетті түрде. Бірінші әрібі сүкінді болу керек, екінші әрібі харекелі болу керек, ол міндетті түрде солай болу керек. Әйтпесе идғам болмайды, иншалла. Бисмилла. Бауырлар, біз екінші тақырыпты бастаймыз. Екінші тақырыбымыз қандай еді? Идғам мутажаннисайн, жыныс жағынан ұқсас, яғни жыныстары, махраж жағынан ұқсас әріптердің бір-біріне кіргізіліп оқылатыны. Идғамның ережесі қандай еді? Бірінші әрібі сүкінді болу, екінші әрібі харекелі болу керек. Енді идғамның өзі үш неге бөлінеді, яғни бір тақырыптың ішінде бірақ үшке бөлініп кетеді да. Оның несі міне? Дәл мен тә. Дәл де міне тә. Осы екеуінің несі махраждары ұқсас. Дәл тә. Екеуінің шығу жерлері бір жақында бір-біріне, өте жақын махраждары. Осы екеуі дәл де сүкін келіп, тә де хареке келетін болса, осы жерде не істейді? Оқылуда абәт түн болып кетеді. Д жойылып кетеді. Оқыған кезде бірақ. Жазылған кезде жазылып тұра береді да, оқыған кезде д жойылып кетеді. Т-ға автомат түрде кіріп кетеді. Абәт түн. Д мүлдем жойылып кетеді. Д-ны мүлдем шығармайсыз. Т-ның махражын оқимыз. Демек, мына әріп маған кіргендігі білінеді да. Абәт түн. Ол түсінікті иншалла. Екеуінің махражы ұқсас болғандықтан дәл тәға кіріп кетті. Міне дәл осыған ұқсас, нерде тә келді, та келді. Бұл екеуінің де махражы не ұқсас? Тә, та, тә, та. Тә сүкінді болып келіп, та харекелі келетін болса, дәл осылай таға не қойып жібересіз? Тә оқыған кезде жойылады. Тә не істейді? Оқылған кезде жойылады. Хәммәт таифәтәни. Хәммәт та. Таға не істеп кеттік біз? Кіргіз жібереміз. Мына тәнің мына таға кіріп кеткендігі. Мына тә сонда жуанға айналып кетеді да, екі та болып кетеді. Хәммәт та. Хәммәт таифәтәни. Түсінікті. Оқыған кезде ғана жойылады. Бірақ жазылу кезінде Құранда жазылып тұра береді. Енді екінші несі бойынша қалай? Міне түрлері ұқсас, бірақ махраж жағы бірдей. Түрлері ұқсас емес дегенім ғой, кешірім сұрайым. Түрлері ұқсас емес, бірақ махраждар ұқсас. Мысалы, зәл, ва. Түрлері ұқсас емес, бірақ махраждар екеуі бірдей. Зәл, ва. Мына жіңішкен жуан, бірақ екеуі де сақау әріп болған соң махраждар. Енді осы екеуі не істейді? Кіріп кетеді. Кіріп кетеді. Из деген жазылып тұр ғой негізінде. Бірақ бұл жерде зәл не істейді? Жойылады. Дәл осы алдыңғы ереже сияқты. Заламу боп. Заламу. Зәл нерде жойылып кетеді. Оқыған кезде бірақ. Жазылу барысында тұра береді. Оқуда заға кіріп кетеміз. Заламу. Мынау да солай. Нерде сә кеп тұр, нерде зәл кеп тұр. Осы жерде де дәл солай. Заға шадда қойып жібересіз да, оқыған кезде сәні жойып жібересіз. Йәл-мәз-зәлика. Зәға не істейсіз? Кіріп кетесіз. Сәмен зәлдің махраждары ұқсас. Сақауарттар, яғни бір-біріне не қыла береді? Ұқсас махраждары ұқсас. Сә, зәл, ва. Бұл үшеуі бір-біріне ұқсас болғандықтан бір-біріне не істей береді? Кіріп кете береді. Йәл-мәз демейсіз? Йәл-мәз-зәлика. Ол түсінікті иншалла. Үшінші несінде ол бірақ тақырып не? Бә менен мим. Бә, мим. Екеуінің махражы қалай ұқсас? Екеуі де ерін әріптері. Бә, мим. Екеуі де еріннен шығатын болған соң, ол екеуі бір-біріне ұқсас болып келеді. Түрлері ұқсас болмағанымен махраж жағына ұқсас. Бә сүкінді болып келсе, мим харекелі болып келсе, мим нерде алдыға шығып бә одан кейін келетін болса, ол қатысы жоқ. Дәл ереже осылай болу керек. Бә бірінші келу керек, мим екінші келу керек ереже бойынша. Келістік қоя? Енді осы жерде не болады? Бә оқу барысында жойылады, яғни ир
кәм мағана болады. Ир кәм мағана. Бәрін естеліп кетті, оқылған кезде жойылып кетеді. Мимға шадда қойып жібересіз. Көрдіңіз бе? Сукун мен фатханы біріктіріп шадда пайда болады да, ир кәм мағана болып оқылады. Ал бисмилла. Идғам тақырыбы, әріпке кіргізіп оқуының тақырыптың үшінші тақырыбы идғам мутақарибайн еді. Мутақарибайн, яғни махражы және дыбысы жағынан ұқсас. Бірінші басына мислайн деген ол барлық жағынан ұқсас дедік. Екіншісі махраж жағынан ұқсас десе, үшіншісі махражынан да, дыбысынан да ұқсас әріптер. Осы ұқсас әріптердің бір-біріне кіргізіліп оқылуы. Мысалға, нерде екіге бөлінеді бұлар? Бір, екі. Ләм мен ра, қаф пен кәф. Бұл мутақарибайн тақырыбының Құранда ережесі өте аз келеді. Өте аз. Осы жақсы ережесін, осы дәл осы жерде көрсеткен мысалды жақсы үйреніп алсаңыз, дәл осы. Болды, ары қарай көп кездеспейді Құранда. Мысалға нерде ләм не қылды? Сукунды келді. Ра қалқалы келді. Екеуінің махражы да, дыбысы да ұқсас. Лә ра, лә ра. Екеуі ұқсас. Дыбысы да, несі де ұқсас болып келеді. Осы ләм бірінші келу керек, бірақ шарты ләм бірінші келу керек. Ра екінші келу керек, шарты. Осылай келді ма Құранда? Кездестірдіңіз ма? Оқыған кезде бұлай оқисыз. Құр Рабби деп оқисыз. Құр Рабби деп оқисыз. Түсінікті ма? Ерде шадданың астына қою керек та, негізі қарекен, мен арттың астына қой жөртім. Құр Рабби дейсіз. Неде Л не істейді? Жойылады. Оқу барысында бұл ләм жойылады. Оқу барысында, жазылу барысында құл Рабби деп жазылып тұра береді. Бірақ тәжуидпен оқисыз. Құр Рабби, Рының несіне түгелдей кіріп кетеді, Рының үстінде шадда пайда болады. Құранда көп кездеспейді бұл. Енді мынау екінші ереже, бұл осы мутақарибан келеді. Құранда бір-ақ жерде келеді бұл. Құранда бір-ақ жерде келеді. Дәл осыны түсініп алсаңыз болды деген сөз. Кездескен кезде оқып кетесіз. Құранда қаф пен кәфтің екеуі. Бірақ шарты қаф бірінші келу керек, кәф екінші келу керек. Ол онсыз да солай Құранда өзі. Қаф бірінші келеді, кәф екінші келеді. Осыны оқыған кезде қалай оқисыз? Әлемді жазбай қойын, нахлюккумнан жазайын. Нахлюк жойлатта қ. Нахлюккум. Кафқа не істейміз? Кіріп кетеміз. Нерде қаф оқылған кезде жойлат. Қаф оқылған кезде не істейді? Жойлат. Кафқа не пайда болады? Кафта шадда пайда болады. Көрдіңіз ба? Нахлюккум. Нахлюккум. Осы ережені, бірақ ереже Құранда. Қаф пен кафтың кездесуі екеуі. Осында идғам болады. Бұл да идғам тақырыбына бір-біріне кіргізіліп оқылуды осылай айтады. Иншалла, Алланың қалауымен осылай идғам тақырыптарын кеңінен аштық иншалла. Ал бауырлар, идғам деген тақырыптың кеңінен тоқталдық Алланың қалауымен. Түсінбей қалған жерлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, ұстазға маған жеке шығыңыздар, қайтадан қайталап түсіндіруге иншалла дайынмын. Енді жаттығулар жасаймыз. Дұғалармен енді жаттығу жасай береміз. Алланың қалауымен енді Құранға дайындық жасау керек. Біз тіліміз, көзіміз, барлығы, құлақ, барлығы үйрену керек. Соған байланысты біз тақтаға ілінген дұғамен қазір жаттығу жасайтын боламыз. Ал, кеттік онда. Бисмилля, намазда оқылатын тәсбих дұғалары көмек болады сіздерге. Субханаллахи, Субханаллахи. Вәл-хамду лиллахи. Парақшаны алдарыңызға шығарып қарап отырыңыздар, ілесіп отырыңыздар. Лиллахи вә ла илаха иллаллаху. Жуан болып оқылады. Валлаху акбар. Білдіреміз. Рыға сүкін қоямыз. Вәлә хаула. Хау деп созбау керек. Вәлә хаула. Вәлә қувәта. Ваудың шаддасын білдірді керек. Қувәта. Вәлә қувәта. Илля биллахил деп Аллаға кіріп кетеміз. Биллахил
алийил азим. Бір-бірінен естеліп отыр, кіріп отыр. Биллахил алийил азим. Азим. Жуан болады. Субханаллах. Алхамдулиллах. Аллаху акбар. La ilaha illallahu vahdahu. Hu sozlat. Vahdahu la sharika lah. Тоқтаймыз, сүкін қоямыз, хәні білдірту керек. Лахул деп аттаймыз. Лахул мүлку ва лахул деп аттап кетеміз. Ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир. Шайин қадир. Созып барып ырға сүкін қоямыз. Енді астыңғы тақырыпқа жаттығу жасайық. Садақаллахул азим. Садақаллахул азим. Зим. Субхана раббика раббил иззати амма يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Мин. Соңында ын білдірілу керек. Осы жерде осы дұғамен жаттап жасадық қой мына жерде. Осы дұға негізінде, бұл Құрандағы аят негізінде. Бірақ дұға ретінде оқыған кезде, дұға есебінде оқылған кезде тәжуидсіз оқыла береді. Ал, бисмилла бауырлар, Алланың қалауымен кеңінен тақырыптар аштық деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, иншалла ұстазға шығыңыздар, я. Маған шығыңыздар, түсінбеген жерлеріңізді иншалла қайтадан түсіндіріп жіберемін. Енді біз үй тапсырмасын берейін деп отырмын. Қараңыз. Үй тапсырма. Бірінші тапсырма. Идғамның 3 түрін өттік біз. Мутақарибайн, мутажанисайн, мутамасилайн деген тақырыптарын өттіге. Сол 3 түрін жаттайсыз. Барлық несін жақсылап жаттайсыз мысалдарымен бірге. Соны және Құраннан іздейсіз. Шамаңыз келгенше Құраннан іздейсіз. Одан кейін екінші дұғаларды жаттығу. Біз жаңа жаттығу жасадық. Және жаттығу жасап болғаннан кейін оны жаттап алу керек. Міндетті түрде жаттап алу керек. Үшінші, Құраннан бір бет оқу керексіз. Құраннан міндетті түрде бір бет оқып тапсыру керексіз ұстазға. Иншалла. Алла Тағала ілімдеріңізді арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.